Адам анатомиясы туралы қазақша толығымен шолу жасап шығатын боламыз. Сіз арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Жалпы латынша анатом деген сөз бұл кесу, бөлшектеу деген ұғымды білдіреді. Яғни адам анатомиясы адам денесінің құрылысын, оның пішінін, қимылдарын, мүшелердің өзара қарым-қатынасын зерттейтін жаратылыстану ғылымының бір саласы болып табылады. Яғни түсініктемесі осындай. Анатомияның негізін салушы кімдер? Яғни бұл ежелгі Рим дәрігері Гален деген кісінен басталған. Одан кейін шығыс ғалымдары Ар-Рази, Ибн Рушид, Әбу Әлі Ибн Сина адам анатомиясына елеулі жаңалықтарды қосқан. Ал қазақ даласынан болса, анатомия мәселелерін өте бойдақ Тілеуқабылұлы 15 ғасырда және Халел Досмұхамбетұлы 20 ғасырда еңбектерінде баяндалған. Адам денесі бас, мойын, бағана, қол және аяқ бөліктерінен тұрады. Адам қаңқасына бағана қаңқасы, яғни омыртқа және кеуде клеткасы құрайтын сүйектер, бас сүйек және аяқ-қол қаңқалары жатады. Бас сүйек дегеніміз өзі ми сауытына және бет бөліктеріне, сүйектеріне бөлінеді. Ми сауытының ішінде ми, есту, тепе-теңдікті сақтау, көру, есту ағзалары орналасқан. Омыртқа бағанасында мойын, кеуде, бел, сегіз көз және құйымшақ бөліктері тұрады. Омыртқа бағанасының кеуделік бөлігінде 12 жұп қабырғалар бекиді. Олар алдыңғы жағында төс сүйекпен қосылып кеудені құрайды. Кеуде қуысында бізде өкпе, жүрек, кеңірдек, өңеш тамырлары және жүйке талшықтары орналасқан. Ал омыртқа бағанасының бел бөлігі іш бұлшықеттерімен бірге іш қуысын түзеді. Үстіңгі жағында іш қуысы кеуде қуысынан көк ет арқылы бөлініп тұрады. Іш қуысында бауыр, асқазан, ішек, ұйқы безі, бүйректер, тамырлар, жүйке талшықтары орналасқан. Іш қуысының төменгі жағында жамбас астауы қуысы орналасады, яғни сонымен жалғасады. Ол жерде несеп қуығы, тік ішек, жыныс ағзалары жатады. Қол қаңқаларында жауырын, бұғана, тоқпан жілік, шынтақ жілік, кәрі жілік, қол басы сүйектері орналасқан. Ал аяқтың жамбас сүйек қаңқасында жамбас сүйектермен бірге ортан жілік, асықты жілік, яғни оны кіші жілік деп те атайды, аяқ басы сүйектері орналасқан. Сүйектер өзара буындар және шеміршектер арқылы жалғасады. Оларды бұлшықеттер жауып тұрады. Ал бұлшық етті тері, клеткалар жауып тұрады. Адам анатомиясы туралы жалпы түсінік осындай. Келесі бөлімдерде толығымен әрбір мүше, сүйек, бұлшық етке тоқталып, сабақтар шығарылады. Арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.